Сәлем сұлу қыздар, сіздермен бүгін 3 күнде бетімізді керемет ағартатын маска дайындап көрсетемін. Бұл Корей қыздарының маскалары, олардың беттерін білесіздер. Үнемі қарасаңыздар жылтырап, тап-таза аппақ болып жүреді. Қазір жаздың күні, күннің астында көп жүреміз, суға барамыз, загар аламыз. Енді жұмысқа немесе тойға барайын десек, бет аузымыз қап-қара. Еш уайымдамаңыздар, қазір сіздерге керемет маска көрсетемін. 3 күн тоқтатпай осы масканы жасасаңыздар, беттеріңіз ағарып, әдемі болып шыға келеді. Ол үшін бізге ең алдымен керегі осындай қияр керек болады. Қиярды өткіштен өткізіп аламыз. Майда көзінен міндетті түрде. Осылай өткізіп аламыз. Қараңыздар, қазір өзі суы шығып жатыр. Бізге негізі қиярдың суы керек. Осындай шұңқыр ыдысымызға марлыны аламыз және қиярымызды салып, осының суын шығарып аламыз. Жарты қияр жетеді сізге. Міне осылай шығарып аламыз, қыздар, суын. Жақсылап шығарып аламыз суын. Енді бізге керек, кез келген үйден табылады. Бізге керек болады кәдімгі нан пісіретін ұн керек болады, 1 шай қасық. Және бізге керек болады крахмал, қыздар. Кез келген кукурузный, картошканікі бола береді. Одан да 1 шай қасық саламыз. Және үшеуін жақсылап араластырамыз. Біркелкі араластырдық, қыздар. Бізде өте керемет маска дайын болды. Осы масканы, қыздар, жуылған таза бетімізге жағамыз. Және 30 минуттан кейін бетімізді жылы сумен жуып тастаймыз. Артынан өздеріңіздің кез келген кремдеріңізді жаға беріңіздер. Бұл масканы 3 күн қатарынан істеңіздер, керемет нәтиже болады. Егер ағармасаңыздар, менде ешқандай нәтиже болмады дейтін болсаңыздар, астында комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздердің жауаптарыңыз маған керек. Кішкентай болса да сіздерге көмегім тигеніне қуанамын. Бұл маска жаздың күні, әсіресе көктем, жаз айларында өте керемет нәтиже береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оп-оңай маска. Егер сіздерге ұнап жатса маскалар, маған тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.